Mayittің рухы қарызға байланып тұрады екен. Қарыздан қорққыла. Бүгін біреуді қачырам десең, алыстан қарыз беріп қойсаң қашып жүре береді. Телефоныңды алмайды. Қолыңменен бересің, пұтыңменен шұрқайсың. Банданың хақынан қорқ. Аллах менен сенің араңда болған күнәлерді Аллах өз рахматымен кешірісі мүмкін. Бірақ банданың біреудің хақынан қорққыла. Қарыз алып қашып кетіп, біреудің ақын жеп қойып, таразыдан башқадан алдабағыла. Құранда 2 сүре бар. Екеуі 114 сүренің екеуісі вай менен баш. Вайлун. Вайлун деген ахвалыға вай болсын дейді. Кімдер? Әл-мутаффифин. Таразыдан алдағандар, метрден алдағандар. Әлләзи изактар ан-нас ястафун. Адамдардан алғанда граммыға тақтап алады да, вайза калухум вазанухум юхсирун. Біреулігі тартып бергенде, өлшеп бергенде ұрып қалады. 100 грамм менен не боласың? 100 грамм менен тапқан пайдаң емнеге бұйырады? Жанағында бүйрегі іштебей қалған балаға іштетіп жүрбек.